Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті көрермендер. 8-ші сабағымыз бір қалыпты үдемелі қозғалыс емтихан шешуіне бастаймыз. Бірінші сұрақ. Көліктің жылдамдығы 40 секундта дельтаты уақыт 40 секунд. 5 метр секундтан 15 метр секундқа дейін өсті. Бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд, соңғы жылдамдығы 15 метр секунд. Көліктің үдеуін анықтаңыз дейді. Көліктің үдеуінің формуласы неге тең? Дельта V бөлінген дельта T. Яғни соңғы азайтылған алғашқы жылдамдық бөлінген уақыттың шамасы. Так, 15-тен 5 азайтсақ 10 бөлінген 40. 0,4 метр секунд квадратқа тең. Келесі. Дененің бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд және 2 метр секунд квадрат үдеумен түзу қозғалады. 5 секундтан кейінгі орын ауыстыруын табыңыз дейді. Орын ауыстырудың формуласы неге тең? 0t қосылған аты квадрат бөлінген 2. Яғни 10 көбейтілген 5, уақыт 5 секундқа тең ғой. Қосылған 2 көбейтілген 5 квадрат бөлінген 2. Так, дельта x-іміз неге тең? 50 қосылған 25. Яғни 75 метр болады. Так, келесі сұрақ. Жолаушылар пойызы 0,2 метр секунд квадрат үдеумен баяулайды. Тежегіс басылған жерден қандай қашықтықта оның жылдамдығы, соңғы жылдамдығы 5 метр секунд болады. Так, бастапқы жылдамдығы 54 километр сағат. Бұны метр секундқа аудару үшін біз километрдің орнына 1000 метрді жазамыз. Сағаттың орнына 3600 секундты жазамыз. Сонда бұл жерде қанша шығады? Так, 540-ты 36-ға бөлсек 15 метр секунд болады. Жарайды. Енді қандай қашықтық дейді? Қашықтықты біз v квадрат азайтылған v0 квадрат бөлінген 2a деген формуламен табамыз. Соңғы жылдамдығы 5-тің квадраты ол 25 болады. Так, алғашқы жылдамдық 15-тің квадраты ол 225 бөлінген минус 0,4. Так, мұнда минус 200 бөлінген минус 0,4. 2000 бөлінген 4 болады, ол 500 метр болады екен. Жақсы, төртінші есеп. Так, алғашқы жылдамдығы 1000 метр секунд. Снаряд қабырғаға 0,1 секундта енеді. Соңғы жылдамдығы 200 метр секунд болады. Снарядтың қабырға қалыңдығында қозғалысын біркелкі үдетуді ескере отырып, яғни үдеуі бір қалыпты. Оның қалыңдығы неге тең дейді? Так. Біз бұл жерден оның уақытын білеміз, соңғы жылдамдығын білеміз, үдеуін білмейміз. Үдеуді тауып алайық. Үдеуді қолданбай шығаратын мынандай формула бар. Дельта H ол v0 қосылған v бөлінген 2 көбейтілген t-ға тең. Осыны қолдана салайық сразу. Үдеуді таппайық. Так, 1200 бөлінген 2 600 көбейтілген 0,1. Сонда жауап 0,16 метрге тең болады. Бесіншісі
ұшақ жерден көтерілгенде жылдамдығы 252 километр сағат болады. Ол 700 метр қашықтық өтеді. Ұшақ қанша секунд бетон жолмен жүреді? Яғни оның ұшақ бастапқы жылдамдығы 0-ге тең ғой. Қанша секунд өтеді дейді. Соңғы жылдамдығын ғана білеміз. Үдеу бір қалыпты екендігін білеміз. Мына 252 км сағатты метр секундқа аудару үшін оны 3,6-ға бөлейік. Ол 70 метр секунд болады екен. 70 метр секунд. Так, и жаңа алдындағы есептегі формуланы қолдансақ болады. В қосылған V0 бөлінген 2 Т. Уақыт неге тең? 2 дельта X бөлінген V-ға тең. Себебі алғашқы жылдамдығы 0-ге тең ғой. Сонда 2 көбейтілген 700 бөлінген 70. 20 секунд болады жауап. Жақсы, енді келесі есеп. Останкино телемұнарасына лифт 49 метрді 14 секундта жүріп өткеннен кейін тоқтайды дейді. Так, лифттің үдеуін табыңыз. Ол бастапқыда бір жылдамдығы болған, содан барып тоқтайды, ол жүрген қашықтығы H 49 метрге тең. Уақыт 14 секундқа тең, 14 секунд. Так, бастапқы жылдамдығын біз білмейміз, соңғы жылдамдығын білеміз. Енді біз бұны кері қарастырсақ болады, тура кері осындай жылдамдық, кері қозғалыс қалай болады? Еркін түсу қозғалысы болады, мына жерден еркін құлайды. Демек, оның еркін құлайды емес, кешіріңіздер, бір сол үдеумен қалай жоғары көтерілсе, төмен солай құлайды ғой. Сол үшін бұның кері қозғалысты қарастыратын болсақ, бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Онда біз мына формуланы қолдансақ болады. Яғни бастапқы жылдамдығын 0-ге тең деп аламыз. Сонда 49 тең болады. А көбейтілген 14-тің квадраты бөлінген 2. Сонда үдеу неге тең? 2 көбейтілген 14-ті біз 7 деп жазсақ, 49-ды 7 көбейтілген 7 деп жазсақ болады. 14-ті бұлай 14 деп жазсақ, қысқартамыз. Мұнда 2, мұнда 2 болады, 2 қысқарады. 1 бөлінген 2 ол 0,5 болады. Метр секунд квадрат. Жарайды, енді бастапқы жылдамдығын табайық. Бұның бастапқы жылдамдығы А-ға тең. Үдеуін біз білеміз, уақытын білеміз, значит 7 метр секунд болады. Жарайды, енді 8-ші сұрақ. 0,2 метр секунд үдеуімен төмен қарай жылжып келе жатқан пойыз 340 метр қашықтықта жүріп өтіп, оның жылдамдығы 19 метр секунд болады. Қанша уақыт жол жүрді? Біз бастапқы жылдамдығын білмейміз. Яғни бастапқы жылдамдығы 0-ге тең емес дейік. Так, онда біз бұл жерде бір формуламен бұл есепті шығару мүмкін емес сияқты. Біз формула жазайық міне. Үдеумен, қандай үдеумен төмен қарай жылжып келе жатқан пойыз дейді.
Өдеумен бұны біз былай жазайық. Өдеумен кемімелі дейтін болсақ, бұл өдеуіміз минус болады. Ал үдемелі дейтін болсақ, бұл плюс болады. Екі вариантты қарастырамыз. Сонда соңғы жылдамдық ол алғашқы жылдамдық плюс минус аты болады. Сосын дельта x ол v0t плюс минус аты квадрат бөлінген 2. Бірінші плюс деген вариантты қарастырайық. v0-дің орнына біз плюс болса дельта x неге тең болады? v минус аты көбейтілген т қосылған аты квадрат бөлінген 2. Сан қоямыз, 340 тең болады. 19 көбейтілген т минус аты квадрат плюс аты квадрат бөлінген 2. Минус аты квадрат бөлінген 2 болады, т квадрат осылай болады. Онда мұнда 0,1 т квадрат азайтылған 19 т қосылған 340 тең болады 0-ге. Дискриминант қолданып шығарайық. Бұл жерде қараңыз, мынау ax квадрат қосылған bx қосылған с-ға ұқсас. Т минус b деген плюс 19 болады. Плюс минус түбірасты b квадрат ол 19 квадрат минус 4 көбейтілген 0,1 көбейтілген 340 бөлінген 0,2 секунд. Калькулятормен шығара қалайық. 19-дің квадратынан азайтамыз. 4 көбейтілген 34 түбірасты 15 болады. Онда екі түрлі вариант бар. 19 плюс минус 15 бөлінген 0,2 секунд. Сонда бізде Т1 және Т2 жазайық. 4 болса, қараңыздар, 19 минус 15 ол 4. 4 бөлінген 0,2, 40 бөлінген 20 секунд болады. Екінші вариант. Екінші вариант біздің жағдайда болмайды. Ол 19 қосылған 15, 20 қосылған 14, 34-ті 5-ке көбейтсек 170. Бұл болмайды біздің жағдайда. Себебі бұл үдемелі қозғалып бара жатыр. Яғни мына жағдайда сіздер физиканы жақсылап білетін болсаңыздар, бұл егер ол былай қарай жылдамдығы бүйтіп барады, бүйтіп кері қарай қайтып келген осы уақытты қарастырады. Біздің жылдамдық бір бағыттан өзгереді. Мысалы v0-дан 19-ға дейін өзгереді. Ол былай не істейтін уақыт ол 170. Бізге мына уақыт қызықтырады бізді, ол 20 секунд. Жақсы, енді кемімелі болатын болса, бұны есепті қалай шығарамыз? Ол кезде мына жерге тез салайық. Мұнда плюс болады, мұнда минус болады. Онда не болады? Плюс минус болса, мынау плюс 19. Ол кезде плюс минус. Ол кезде мынандай теңдеу болады. Плюс 19-ті минус 340 тең болады 0-ге. Ол кезде минус 19 плюс түбірасты 19 квадрат қосылған 4 көбейтілген 0,1 көбейтілген 340 бөлінген 0,2. Так, 19 квадрат қосылған 4 көбейтілген 34 түбірасты минус 19
бөлінген 0,2. Ол жағдайда шамамен 16 болады екен. 16 секунд. Кемемелі емес, үдемелі жылжып келе жатқан пойыз деген жағдайды біз қарастырамыз. Жарайды. 16-да болады негізі, 20-да болады, екі вариантты да қабылдай аламыз. Тіпті 170-ті де қабылдай берейік. Келесі, және де бұл біздің ең соңғы есебіміз. Хоккей шайбасы 60 метр мұз алаңын 3 секундта өтіп тоқтады. Хоккейшінің таяғы шайбаға қандай жылдамдық берді? Соңғы жылдамдық 0-ге тең, бұл бағанаға дельта x тең болады. В қосылған v0 т бөлінген 2 деген формуланы қолдансақ болады. 60 тең болады. v0 көбейтілген 3 бөлінген 2. Демек v0 мына жерде 3 пен 60 қысқарса 20 көбейтілген 2 40 метр секунд болады. Жақсы, осымен біздің есептер бітті. Сау болыңыздар.